Баршаға сәлем. Бұл видеода мен сіздермен ерекше бір торттың рецебімен бөліскім келіп тұр. Ал каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сникерс деп аталатын торттың оңай жасалу рецепт лайфхактарын білгілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Бізге 5 дана жұмыртқа қажет болады. Осы жұмыртқаға 150 грамм қант қосамыз. Қант пен жұмыртқаны алдымен жай араластырып, одан кейін миксерлейміз. Миксермен шамасы 7 минуттай жақсылап араластырамыз. Миксерленген жұмыртқаға құрғақ заттарымызды қосамыз. Ол какао, ұн қопсытқыш, яғни разрыхлитель, содан кейін ұн қосамыз. Ұнды жайлап бөліп қосамыз. Бисквитіміз шамамен осындай қоюлықта болады. Бұл бисквитті мен 2-ге бөліп пісіріп аламын. Өйткені піскеннен кейін ол бисквиттерді көлденеңнен кесіп алуға оңайырақ болады. Әрқайсысын 170-180 градуста 20 минуттан пісіріп аламын. Осылайша осы бисквиттерді көлденеңнен бөліп алған соң, менде осындай 4 көш пайда болады. Бисквиттерді суығаннан соң кесу керек. Ал енді кремге көшетін болсақ, бізге 33% сливке қажет болады. Сливкеге қант ұнтағын қосамыз. Оларды жақсылап араластырып миксерлейміз. Миксерленіп, ол қоюланғаннан кейін творожный ірімшігін қосамыз. Осы массаны тағы да бір миксерлеп аламыз. Креміміз осылайша қоюланып, торт құрастыруға дайын болады. Торт құрастырамыз. Қожымызды қойып, алдын дайындап қойған кремімізді шетінен жағып шығамыз. Бұл кремге пропитка жасау қажет етпейді. Айналасына кремімізді жағып, ортасын бос қалдырамыз.
Қалдырған ортаға сгущенка жағып шығамыз, яғни қайнатылған сгущенка. Видеоның басында айтылған лайфхактарымның бірі осы. Яғни карамель жасауға ерінетін немесе жасалмайтын болсаңыз, осындай қайнатылған сгущенканы жақсаңыз болады. Сгущенканың үстіне тұздалған арахис дәнектерін сеуіп шығамын. Келесі қожықтың үстіне сол процесті тағы да қайталаймын. Кремді толық бетіне және айналасына жағып шығамыз. Жағып біткен соң оны тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Торттың бетіне жағатын ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана плитка шоколады қажет. Мен рахат плиткасынан алдым. Және де бетіне сұйық май құйып, оны микроволновкаға жылытып аламыз. Осылай еріткен шоколадтың үстіне 80 грамм, 100 грамм баяғы арахис дәнектерін қосамыз. Ганашты торттың үстіне үй температурасында жылыған кезде құямыз. Ысылай құйсаңыздар, тортымыздың кремі еріп кетеді. Байқасаңыздар, мен торттың астына алдын ала қағаздарды салып қойдым. Сіздер пергамент немесе фольга қағаздарын да салып қойсаңыздар болады. Тортты тоңазытқышқа 5-6 сағатқа немесе кештен таңғыға дейін салып қойсаңыздар, тортқа крем сіңіп, дәмі де өте керемет болып шығады. Тортты міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді шықты. Осындай рецепттер сізге ұнап жатырса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуларды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.